Зейнетақы алушылар көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Зейнетақы қоры 2025 жылы төлемдер қалай өзгеретінін түсіндірді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына берілетін төлемдер 2025 жылы қандай өзгерістер болатыны айтылды. Еңбек сіңірген демалысқа 2025 жылға дейін шыққан зейнеткерлерге бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшері 1 қаңтардан бастап 5% ұлғаяды. Естеріңізге сала кетсек, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына берілетін төлемдер Қазақстан Республикасы үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы қаулысымен бекітілген зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады. Әдістемеге сай зейнетке шығатын азаматтарға ай сайын берілетін төлем былай есептеледі. Төлем ала басталған алғашқы жылы зейнетақы жинақтарының сомасы зейнетақы жинақтарынан 6,5% төлем мөлшеріне көбейтіліп 12-ге бөлінеді. Одан кейінгі жылдар ай сайынғы төлем зейнетақы төлемдерінің индекстеудің 5% мөлшерлемесіне ұлғайып отырады. Бұл ретте бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін ай сайынғы төлемдер республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына берілгеннен кейін ең төмен күнкөріс деңгейінің кемінде 70% мөлшерінде жүзеге асырылады. Мерзімсіз уақытта белгіленген бір немесе екінші топта мүгедектігі бар адамдар, сондай-ақ зиянды және қауіпті өндірістерде жұмыс істеп, зейнет жасына толған, олардың пайдасына жиынтығы кем дегенде 60 ай міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары төленген адамдар сияқты белгілі бір санаттағы алушылар үшін әдістемеге сай ай сайынғы зейнетақы төлемінің мөлшері артыратын түзету коэффициенттері көзделген. Жоғарыда көрсетілген шарттардың біреуінің артығын қанағаттандыратын адамдар үшін ең үлкен мәнге ие түзету коэффициенті қолданылады. Мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысы өсті. Бұл туралы мәжілістің пленарлық отырысында төраға Ерлан Қошанов айтты. Мәжіліс депутаттары президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың саяси реформаларын іске асыру мемлекеттік құрылыстың жаңа тарихи кезеңін талқылап жатыр. Депутаттық корпус қатыспаған бірде-бір қоғам саласы жоқ десе де болады. Бірлескен күш-жігердің арқасында депутаттар мемлекет басшысы көтерген көптеген әлеуметтік маңызды мәселені шешуге қол жеткізіп жатыр. Айталық, мұғалімдердің, дәрігерлердің жалақысы, студенттердің стипендиясы өсіп жатыр дейді Қошанов. Ол атап өткендей, дарынды балаларға, халықаралық олимпиадалар мен ғылыми конкурстарға қатысушыларға төлемдер заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етілген. Сонымен қатар ел тарихында алғаш рет жалпы денсаулық сақтау шығындары ішкі жалпы өнімнің 4%-на жетті. Дәрігерлерді ауылда жұмысқа істеуге ынталандыру жүріп жатыр. Олар 9 миллион теңге көлемде көтерме жәрдемақы алады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз, қымбатты көрермен. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.